Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен балмұздақ жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті заттар клубника, ежевика қажет болады. Осы екі түрін алдым, және де үшіншісіне банан қолдандым мен. Бананды алдын ала жуып, тазалап, турап 1 сағатқа қатырып қойған болатынмын. Одан кейін маған керек сливки. Негізі сүтпен де жасасаңыздар болады. Блендерімізге астына мен уже ежевикамды салдым. Бананым, 1 чайная ложка мед, екіншісі де дәл осылай жасаймыз. Бірақ бізге бұл жерде тек қана клубникамен жасадым. Бұл жерде 100 грамм тағы да сливкимізді құйып, 1 чайная ложка медымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып ыдысымызға салып, 2 үлкендеу ыдысымызға салып аламыз. 2 түрлі вкуспен бұл жерде жарты сағат морозильникке қатыратын боламыз. Міне уже менің мороженыйым, яғни балмұздағым дайын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдеп балаларыңызға берсеңіздер болады. Ас болсын, төменде толық рецептін міндетті түрде болады.